Саламатсыздар ма, әріптестер және әділқазылар алқасы. Мен Темірқанова Сәйгүра Темірқанқызы 1973 жылы 22 қаңтарда Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Жыңғылды ауылында дүниеге келдім. Қалил Досмұхамбетұлы атындағы Атырау университетін 1995 жылы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша бітіріп шықтым. Еңбек өтілім 23 жыл, біліктілік санатын педагог зерттеуші. Мектеп директорының тәрбие жөніндегі орынбасар қызметін 14 жылдан бері атқарып келемін. Менің ұстанымым мектеп-интернат тәрбиеленушілерінің бойына адами қасиеттерді сіңіріп, өмірде өз орындарын табуына жағдай жасау. Осы қағиданы басшылыққа ала отырып, өзімнің барлық тәжірибе мен білімімді мектеп-интернат тәрбиеленушілерінің өз елінің ұлтжанды, парасатты да адамгершілігі мол азамат болып өсуіне жұмсап келемін. Шәкірттерімнің өмірде өз орындарын тауып, бірі мектеп директоры, шекарашы, мұғалім, мәдениет қызметкері, заңгер, тіпті отбасының ұйытқысы болып отырған әке мен ана болғандарын көргенде қуанамын. Берген тәрбиемнің, жасаған жұмысымның зая кетпегені деп білемін. Осы еңбектерім бағаланып, 2016 жылы облыстық білім басқармасының құрмет грамотасымен, 2017 жылы облыс әкімінің алғысымен марапатталдым. 2016 жылы оқушыларға патриоттық тәрбие берудегі қосқан үлесім үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Балдәурен сауықтыру орталығының алғысымен марапатталдым. 2020 жылы мемлекеттік рәміздерді насихаттауға арналған ұлттық орталықтың марапатын алдым. Өз білімімді жетілдіріп отыру мақсатында Қазақстан Республикасы орта білім мазмұнын жаңғырту шеңберінде жалпы білім беру ұйымдарының тәрбиесі жөніндегі орынбасарларының біліктілік арттыру курсын, педагог кадрлардың біліктілік арттырудың педагогикалық қауымдастық көшбасшылығы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту курсын аяқтадым. Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздерді насихаттау және ұлттық стандарттарға сай қолдану бағытындағы жұмыстар, білім беру мазмұнын жаңғырту жағдайында білім берудің педагогикалық әдістемелік негіздері курстарын, Орай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясының білім беру менеджменті курсын оқыдым. Педагогтардың цифрлық құзыреттілігін дамыту курстарын оқып аяқтадым. Болашақта өзімнің бар тәжірибе мен білімімді интернат тәрбиеленушілерінің тәрбиесіне жұмсаймын деп сенемін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.